Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде математика сабағы 2 сынып 22 сабақ. Сабақтың тақырыбы өрнектердің мәнін тиімді тәсілмен табу. Сендер бірнеше амалдан тұратын өрнектердің мәнін, қосудың қасиеттерін қолданып табуды үйренесіңдер. Бірінші есеп: жақшаларды пайдаланып өрнектер құр және олардың мәнін тап. А нұсқасы: 42-ге 27 мен 13 сандардың қосындысын қосу. Яғни жақшаның ішіне 27 мен 13-ті қосамыз. Бізде 40 шығады, 42-ге 40-ты қосқанда 82 шығады. Ә нұсқасы: 23 пен 47 сандарының қосындысына 20-ны қосу. Жақшаның ішіне 23 пен 47-ні аламыз, бізде 70 шығады. 70-ке 20-ны қосқанда 90 шығады. Бұл нұсқасы: 12-ге 78 пен 68 сандарының айырмасын қосу. Ең алдымен жақшаның ішін шығарамыз. 78-ден 68-ді азайтқанда 10, 12-ге 10-ды қосқанда 22 шығады. Екінші есеп: қосындылардың мәнін тап және салыстыр. А нұсқасы: 28 қосу 25 қосу 32. Бұл жерде ретімен шығарамыз. 28-ге 25 қосқанда 53, 53-ге 32 қосқанда 85. Ә нұсқасы: жақшаның ішінде 25 қосу 28, жақшаның сыртында қосу 32 берілген. Ең алдымен жақшаның ішін орындаймыз. 25-ке 23 қосқанда 53 шығады, оған 32-ні қоссақ 85 шығады. Бұл нұсқасы: 25 қосу жақшаның ішінде 28 қосу 32. 25 қосу жақшаның ішін орындап аламыз, 60 шығады, 25-ке 60-ты қосқанда 85 шығады. Саған есептеудің қай тәсілі тиімді болды, қорытынды жаса дейді. Бізге бұл нұсқасы тиімді болды. Неге? Жақшаның ішінде біз толық ондыққа дейін дөңгелектеп алдық, содан кейін 25-ті қостық. Яғни толық ондыққа дейін дөңгелектеп алғаннан кейін қосу бізде оңайырақ болады. Одан кейін бізде ереже берілген, соған қараймыз. 2 санның қосындысына 3-ші санды қосу үшін бірінші санға 2-ші және 3-ші сандардың қосындысын қосуға болады дейді. Үшінші есеп: тиімді тәсілмен есепте. Жақшаның ішіне аламыз. Ең бірінші жақшаға 14 пен 6-ны қосамыз, екінші жақшаға 45 пен 5-ті қосамыз. 14-ке 6 қосқанда 20, 45-ке 5-ті қосқанда 50, 20-ға 50-ді қосқанда 70 шығады. Келесі жақшаға 8 қосу 22 деп аламыз, екінші жақшаға 3 пен 57-ні аламыз. 8-ге 22 қосқанда 30, 3-ке 57 қосқанда 60 шығады. Тең бізде 90 шығады. Үшінші ары қарай жақшаға 12 мен 8-ді аламыз, екінші жақшаға 20 мен 40-ды аламыз. Бірінші жақшада бізде 20 шығады, екінші жақшада 60 шығады. 20-ға 60 қосқанда 80 шығады. Келесі 43 пен 27-ні жақшаға аламыз, екінші жақшаға 8 пен 12-ні аламыз. 43-ке 27 қосқанда 70, 8-ге 12 қосқанда 20, 70-ке 20 қосқанда 90 шығады. Тиімді тәсіл дегеніміз балар әрқашанда толық ондыққа дөңгелектеп аламыз. Толық ондық дегеніміз соңы 0-мен аяқталатын сан. Яғни толық ондыққа айналдырып шығару бізде жеңілірек болады. Төртінші есеп: өрнектерді салыстыр және мәндерін тап. 79 азайту 30 қосу 9 өрнегі 79 азайту 30 азайту 9 өрнегінен артық. Жақшаның ішінде 34 қосу 27 қосу 19 өрнегі 36 қосу жақшаның ішіне 27 қосу 19 өрнегінен кем. 52 азайту 16 қосу 9 өрнегі 53 азайту 16 азайту 9 өрнегінен артық. Енді дұрыс салыстырғанымызды табу үшін өрнектерді шығарайық. 79 азайту 9 қосу 9. Бұл жерде 79-дан 30-ды азайтқанда 40, 40-қа 9 қосқанда 49 шығады. Келесі өрнек: 79 азайту 30 азайту 9. 79-дан 30-ды азайтқанда 40, 49, 49-дан 9 азайтқанда 40 шығады. Яғни біз бірінші есепті дұрыс салыстырдық. Келесі өрнек: 34
қосу 27 бізде 61 шығады. 61-ге 19-ды қосқанда 80 шығады. Екінші өрнек 36 қосу жақшан ішінде 27 қосу 19. 27-ге 19-ды қосқанда 46, 36-ға 46-ны қосқанда 82 шығады. Екінші өрнекті де дұрыс шығарып салыстырыппыз. Келесі 52 азайту 16 қосу 9. 52-ден 12-ні 16-ны азайтқанда 36, 36-ға 9-ды қосқанда 45 шығады. Келесі өрнек 53 азайту 16 азайту 9. 53-ден 16 азайтқанда 37, 37-ден 9 азайтқанда 28 шығады. Бұны да біз дұрыс салыстырыппыз. Бесінші есеп. А нұсқасы теңдеулерді салыстыр және шеш. Теңдеуді салыстыратын болса, қосуға берілген теңдеу бізде артық болады. Енді теңдеуді шығарайық. Бірінші қосылғыш бізде белгісіз болғандықтан біз азайтамыз. 27-ден 7-ні азайтқанда 20 шығады. Енді тексереміз. 20-ға 7 қосқанда 27, 27 тең 27. Келесі теңдеу бізде азайтқыш белгісіз. Азайтқыш белгісіз болса, біз азайтамыз. 27-ден 7-ні азайтқанда бізде 20 шығады. Енді тексереміз. 27-ден 20-ны азайтқанда бізде 7 шығады. 7-ден 7. Ә нұсқасы өрнектердің мәнін тап. 26 дециметр азайту 23 дециметр. Тең бізде 3 дециметр шығады. 17 литр қосу 8 литр тең 25 литр. 15 килограмм қосу 6 килограмм тең 21 килограмм. 13 сантиметр азайту 7 сантиметр тең 6 сантиметр. 48 минут азайту 20 минут тең 28 минут. 3 тәулік қосу 2 тәулік тең 5 тәулік. Алтыншы есеп. Сызбалар бойынша амалдарды орында. 27 қосу 13 бізде 40 шығады. 40-тан 24-ті азайтамыз, 16 шығады. Келесі 72 азайту 12 60 шығады. 10-ға 60-ты қосқанда 70 шығады. Жетінші есеп. Дәптерге тұйықталған және тұйықталмаған қисық сызықтар сыз. Үлгіде көрсетілгендей дәптерге сызып қойдым. Бірінші бізде тұйықталған қисық сызықтар, екінші бізде тұйықталмаған қисық сызықтар. 8-ші есеп. Қосудың ауыстырымдылық және теремділік қасиеттерін қолданып есепте. Бұл жерде қосылғыштардың орны ауысқанмен қосындының мәні өзгермейді. Яғни толық ондыққа айналдырып шығарамыз. Ол үшін біз қосылғыштардың орнын ауыстырамыз және теремділік қасиеттерін пайдаланып шығарамыз. Міне мен шығарып қойдым. Осы үлгі бойынша шығарсаңдар болады. 9-шы есеп. Кім жылдам? Ребусты шешсен, қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі қалай аталатынын білесің. 9 құм, алманың 3 әрпін алып тастаймыз, артқы а қалады. Лақ, сонда 9 құмалақ деген сөз шығады. 9 құмалақ қазақтың ұлттық ойындарының бірі. Ол ақыл ойды дамытатын, ми қызметін жетілдіретін ойын. Ал саған 9 құмалақ ойнаған ұнайды ма? Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Есептердің барлығы түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, және достарыңа жіберуді ұмытпаймыз. Сау болыңдар.